29-ші есеп. Өрнектің мәнін табыңыз. 3 бөлінген 2-сы азайтылған 4 бөлінген с. Ортақ бөлімі 2-сы болады. Мұнда толықтырғыш көбейткіш 1, мұнда 2. 3 азайтылған 8. Бұл бізде -5 бөлінген 2 сыны береді. Енді бізге өрнектің мәнін табу керек және сының мәні берілген. Ендеше -5 бөлеміз, -2 көбейтілген сының орнына -2,5 жазамыз. -5 бөлеміз, -2-ні -2,5-ке көбейтсек, ол бізге +5 береді. Сонда -5-ті 5-ке бөлсек, -1 болады. Өрнектің мәні -1-ге тең. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы Б нұсқасы.